Қош келдіңіздер менің каналыма, саламатсыздар ма? Мынадай әдемі раушан гүлін жасайтын боламыз. Оған бірінші раушан гүлдің біреуін жасап қойдым. Енді қандай құрал жабдықтар қажет болады? Алдымен қызыл лента және өлшегіш, спашка таяқша, қайшы, ыстық кілей және от тұтандырғыш қажет болады. Лентамызды алып, өлшегішпен 7 см қылып аламыз. Енді осыны қайшымен қырқамыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Енді осы өлшеммен бәрін бірнеше лента қылып қырқып шығатын боламыз. Негізі осы лентаның осы қызыл түстісін алдым. Өздеріңіз білесіздер, осы лента неше түрлі ленталар бар. Өздеріңіз қызғалдақ түсін, сары түсін, аспан көк түсін алып істесеңіздер болады. Енді осыны екі шетіндегі шығып тұрған жіптерін от тұтандырғышпен күйдіріп жойып жіберетін боламыз. Енді гүлімізді жасайтын боламыз. Алдымен қырқып қойған лентаны аламыз да ортасына ыстық кілейді құямыз. Астындағы екі бұрышын алдына бір-біріне біріктіріп қолымызбен қысып жабыстырып шығамыз. Енді оны арғаратып екі шетіндегі бұрышын бір-бірінен жабыстыратын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Мінекей гүлдің біріншісі дайын болды. Енді сіздерге екіншісін көрсетем. Лентаның ортасына ыстық кілейді құйып, астындағы бір бұрышымен екінші бұрышын бір-біріне біріктіріп, қолымызбен қысып жібереміз және атқаратып ыстық кілейді құйып, екі шетіндегі бұрышын бір-біріне жабыстырамыз. Мінекей сіздерге гүлдің екі данасын істеп көрсеттім. Енді қалғанын істеп қоямыз. Мінекей қарап отырыңыздар, бәрін дайындап қойдым. Осыларды бір-біріне жабыстырып шығамыз кілейдің арқасында. Оң жақ емес, теріс жағын жабыстырып шығамыз. Сонда оң жағына қаратып біз гүлімізді орайтын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, гүлді үлкенірек қылам десеңіздер, көбірек гүлдің жапырағын жасайтын боласыздар. Орташа қылам десеңіздер, мінекей мен құсап кішкене кішірек қылып жасайтын боласыздар. Мінекей бір-біріне біріктіріп, кілейлеп шығып жатырмыз. Бізге бұл кішкене болып тұр, тағы да қосатын боламыз. Мінекей тағы да жасап қойдым. Соны бір-біріне жабыстырып шығамыз тағы да. Ұнап жатса тіркеліп, лайк басып, менің көрермендерім осы видеоны басынан аяғына дейін көрулеріңізді сұраймын. Мінекей осы гүлді сол қаратсаңыздар, мінекей гүлдің онша болмайды. Сондықтан оң қаратсаңыздар, гүліміз әдемі раушан гүлге айланады. Енді ортасына спашка таяқшаны қойып, орап шығатын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар, өздеріңізге осы керек болады. Кішкене сыйлыққа да қажет болады. Көбірек қылып жасап, шет-шетіне жаңағы газет, журналдарды әрілеп, кішкене сыйлық жасауға да болады. Екі гүл дайын болды. Негізі тағы да бір түрін көрсететін болам сіздерге. Мұқият қарап отырыңыздар. Мінекей осындай бірде екі гүл дайын болды. Енді бізге гүлдің екінші түрін көрсететін боламыз сіздерге. Мұқият қарап отырыңыздар. Лентаның астына ыстық кілейді жағамыз. Және ұшын бір-біріне біріктіреміз. Арғы жағында жағып, бір-біріне біріктіреміз. Енді артқаратып, кілейді жабыстырып, бері қарай бұрамыз. Және сол бұрған астын кілей жағып, тағы да жаңағы үш қыламыз. Қараңыздар, сонда біздің гүліміздің түрі басқаша болады.
бізге осындай лентадан біраз жасайтын боламыз. 10-12 шақты осындай гүлдің ұшын жасайтын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Мінекей, қайырып осындай қылып шығамыз. Өте оңай. Мінекей, үсті бір-біріне біріктіреміз және ұшын шығаратын боламыз. Қарап отырыңыздар. Мінекей, осындайдан ұзын қылып шығамыз. Мінекей, дайын болды лентам. Енді осыны біз спачка таяқшаның алып, осын орап шығамыз. Сонда басқа раушан гүлі пайда болады бізде. Екі түрлі раушан гүлі болады бізде. Біреуін 7 сантиметрден қырқып және бүктеп алдық. Енді бұны қайшымен қырықпай, қарап отырыңыздар ғой. Осы лентаны біз 7 сантиметрден емес, бір-біріне кілейлеп, қырықпайтындай қылып гүл жасап жатырмыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Мінекей, енді біздің гүліміз дайын болды. Мінекей, дайын біздің гүліміз. Көргендеріңізге рахмет.